Баршаңызға сәлем. Бүгін балалық шақтың дәмі үй жағдайында орешки печеньесін даярлайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: май, жұмыртқа, ұн, құмшекер, қаймақ және қопсытқыш қажет. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған 150 грамм майды саламыз. Үстіне құмшекер мен жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Араласқан массаның үстіне 3 ас қасық қаймақты салып, тағы да араластырамыз. Енді дайын болған массаның үстіне ұн мен қопсытқышты салып, жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Дайын болған қамырды осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Біреуіне осылай қызыл түс қосып, қызылдау қылып қамыр жасадым. Сол кезде біздің орешкиміз әдемі түрлі түсті болып шығады. Енді қамырларды осылай орешкидің ыдысына лайықталып, дөңгелектеп алдын ала жасап аламыз. Ал дайын ыдысымызды алдын ала қыздырып, үстіне дайын болған қамырларды осылайша қойып, газға 15-20 минутта пісіріп аламыз. Орешки ыдысындағы қамыр үлкен болып кетсе ештеңе етпейді. Оны қазір жан-жағын кесіп, сол орешкидің ішіне турап майдалап салатын боламыз. Осымен 2 түрлі, 2 түсті орешкилеріміз дайын болды. Енді жан-жандағы қамырларды, артық қамырларды алу үшін осылайша пышақпен тазалап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, тазалап алынған артық қамырларды ұсақтап варенканың үстіне қосамыз. Осылайша варенкамен жақсылап араластырып, осы варенканы дайын болған орешкилердің ішіне салып шығамыз, яғни 2 бетіне де осылай саламыз. Егер жаңға қосқыларыңыз келсе, онда қоссаңыздар болады. Енді дайын болған орешкиді сгущенкаға бір батырып, 2 бетін бір-бірімен жабыстырамыз. Біздің осылайша орешкиміз дайын болды. Үстіне қант ұнтағын сеуіп жесеңіздер, дәмі тіптен керемет болып шығады. Осымен біздің орешкиіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын!